Менің атым Жанна. Мен әрқашан сенбі күні достарымды үйіме кино көру үшін шақыратынмын. Бір сенбі күні олар келіп, біз барлығымыз бірге қорқынышты кино көрген болатынбыз. Ол кино Бабадук деп аталған. Содан кейін біз киноны көріп болдық. Бізге сол кино өте қатты ұнады, әрі қорқынышты болды. Менің бір құрбым бізге, маған бұл кино өте қатты ұнады, бәлкім өзіміз Бабадукты шақырып көрейік, деп өз сөзін аяқтады. Ал біз болсақ соған келістік, яғни айтқанда бір жерге отырып, тоқтарды, Бабадукты шақырдық. Бірақ бір кезде үстіңгі қабаттан біреудің түсіп келе жатқан дауыс естілді. Және оның жүрісі тоқтап қалды. Бірақ ол керісінше одан да тезірек жүре бастады. Біз барлығымыз жан-жаққа тарап, бөлмелердің есігін құлыптап алдық. Мен болсам бір ваннаға кіріп кеттім. Ол ваннада мен айнаға қарап тұрған кезімде артымда Бабадук тұрды. Мен қатты шыңғырып айғайлап, құрбыларым отырған жерге барып тығыла қалдым. Біз барлығымыз бөлменің есігін құлыптап, бір жерде тығылып отырдық. Сонда да есіктің артынан сондай шу естілді. Біз құрбыларымызбен қатты қорқып тұрдық. Бірақ бір жерде подвал бар екен, біз сол арқылы далаға шығып кеттік. Біз әрқайсымыздың велосипедімізге отырып, полицияға кеттік. Біз полицияға барлығын түсіндірдік, және де қалған достарымыздың сол үйде қалып қалғанын айттық. Полициялар сол үйге қайтадан барып барлығын тексерді, бірақ сонда да біздің қалған достарымыз ол үйде жоқ екен. Және де сол үйде ешқандай да Бабадук та табылмапты.